Сәлем балақайлар, сендермен бірге қаржы мектебі бағдарламасы. Бүгін біз өте қызықты, ал ең бастысы өте пайдалы ақпараттарға толы саяхатқа бірге аттанамыз. Достар, менде екі жаңалық бар. Біреуі жақсы, ал біреуі жаман. Жақсы жаңалығым, мен жаңа телефон сатып алмақшымын. Ал жаманы, менде сәл ақша жетпей тұр. Не істеймін? Қарыз қалдым. Барлық достарыма хабарласып шықтым. Бірақ оларда ешкімде ондай сома жоқ екен. Банктен қарыз қалдым. Өте жақсы идея. Жалпы банк беретін қарыз қалай аталады? Кредит. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Несие дегеніміз бұл банктен адамдардың белгілі бір соманы алуы, ал сол соманы олар өзінің қажеттіліктеріне жаратады. Несиенің екі түрі болады. Кепілзатты және кепілзатсыз несие. Достар, несие дегеніміз не? Және де ол қалай жұмыс істейді, соны білу бұл қаржылық сауаттылықтың басты қағидаларының бірі. Дәл осыны біз қаржы мектебінде үйренеміз. Алғаш рет несиелер 3000 жыл бұрын Ассирияда, Вавилонда және ежелгі Мысырда пайда болды. Сол кездегі заңдарға сәйкес өз қарызын өтей алмаған борышкер несие берушінің құлына айналған. Ежелгі Грекияда негізгі несие берушілер ғибадатханалар болған. Ежелгі Римде борышқорлық шұңқыр болған. Ол жерге несиесін өтемеген борышкерлер отырғызылған болатын. Алғашқы несиелер тұтынушылық еді, яғни азық-түлік пен киім-кешектер адам қажеттілігіне алынған. Көне заманда айналымға ақшалай несиелер түсті. Оларды сауданы қаржыландыру үшін қолданған. Орта ғасырларда шіркеу пайыз арқылы пайда табуға қарсы тұрған. Мұндай табыс күнә деп есептелген. Банкерлер мен өсім алушыларды қудалау экономиканың дамуына еш әсерін тигізбеді. Ғасырдан ғасырға несиелендіру қарқынды түрде дамыды. Қарызды төлеудің жазбаша міндеттері вексельдер пайда болды. Қайта өркендеу дәуірінде қарыз беру толығымен заңдастырылды. 16 ғасырда Еуропада тұңғыш коммерциялық банктер кәсіби несие берушілер құрылды. 19 ғасырдағы ғылымның, өндірістің және сауданың екпінді дамуы банктердің және несиелендірудің өркендеуіне әкеп соқты. Сонымен достар, несие дегеніміз бұл адамның жетпей тұрған ақшасын банктен алуы болып табылады. Жалпы банк несиені жайдан жай бермейді. Біз банктен ақша аламыз ғой, соны қайтарамыз толығымен, және де сол ақшаға қосымша пайыздар төлеп береміз. Төленетін өсім ақысы әртүрлі болады. Кейбір банкте мысалға 10 мың теңге алсаң, оны сен 11 мың қылып қайтарып бересің, дұрыс па? Бағдарламаның басында мен қандай екі түр болады дедім? Кредиттің кепілзатты, кепілзатсыз. Дұрыс айтасыңдар. Кепілзатсыз несие, сен банкке барасың, құжаттарды толтырасың, банк егер сенің өтінішіңді мақұлдаса, ақшаны береді. Сен банкке еш нәрсе бермейсің, құжаттардан бөлек. Ал кепілзатты несие дегеніміз, несиені алмас бұрын, сен өзің құжаттарымен бөлек, кепілзатқа салатын заттың құжаттарын тапсырасың. Кепілзатқа нені жатқызамыз біз? Жылжитын, жылжымайтын мүлік, бағалы заттарды кепілге тапсырамыз. Егер сендер несиені қайтара алмай қалсаңдар, банк сендердің берген кепілдеріңді, мысалы, пәтерді қойдыңдар, банк сол пәтерді өзіне алып алады. Қалай ойлайсыңдар, балақайлар? Банк қандай кезде тәуекелге барады? Кепілзат несие берген кезде ме, әлде кепілзатсыз несие берген кезде ме? Кепілзатсыз несие берген кезде. Айбар, негізі дұрыс айттың. Егер борышкер ақшасын қайтармаса, банк ақшасыз қалады, қолында кепілзаты да жоқ. Түсінесіңдер ғой? Сондықтан қалай ойлайсыңдар? Қай несиеде пайыздар мөлшерлемесі көп? Кепілзатты. Дұрыс. Кепілзатсыз несие берген кезде банк пайыз мөлшерлемесін жоғарылатады. Кепілзатты несиеге мысалға 10% берсе, кепілзатсыз несиеге 20%. Бүгінгі таңда 40%-ға дейін береді. Өйткені олар үлкен тәуекелдікке барады. Жалпы кепілзатсыз несиелер қандай нәрселерге береді? Біз тоңазытқыш аламыз ба? Теледидар аламыз ба? Микротолқынды пештер аламыз. Өздерің жақсы көретін гаджеттерді, міне, сондықтан кепілзатсыз несиенің пайыздық мөлшерлемесі жоғары. Несиені рәсімдеген кезде келісім шартты жасамас бұрын алдымен өздерінің төлей алатын мүмкіншіліктеріңді есептеп тиянақтап алған жөн.
Несие туралы алғаш жарнама Англияда 1730 жылы пайда болды. Кристофер Торнтон есімді бір адам тұтынушыларға жиһазды алып, оның ақшасын аз-аздап аптасына бір рет төлеп тұруды ұсынды. Мәселе мынада, сол заманда адамдар жалақысын біз секілді айына бір рет емес, аптасына бір рет алатын. Достар, несиені төлеу өте маңызды іс. Сондықтан да несиені өтеу кестемен жүргізіледі. Ал несиені өтеген кезде уақытында өтеп тұрсаңдар, сендерге банк айыппұл салмайды. Өсімақы деген айыппұл болады. Ал егер кешіктірсеңдер, сол өсімақы сендерге үстіне қосыла береді. Түсіндіңдер ғой? Содан сендердің нелерің бұзылуы мүмкін? Несиелік тарихтарың. Осы несие тақырыбын кеңірек ашу үшін біз сендермен ойын ойнаймыз, Мына жерге қараңдар, 7 сұрағымыз бар. Және де қасында 2 жауаптан бар. 2 жауаптың біреуі дұрыс, ал біреуі бұрыс. Жалған, дұрыс. Сонымен, бірінші кім тақтаға шықпақ? Кел, Қайырхан. Кепіл затты несиені рәсімдеген кезде кепіл ретінде не қойылады? Орта білім туралы диплом немесе пәтер? Пәтер. Өте дұрыс. Ал ары қарай жалғастырамыз. Келесі. Жұлдызай. Үлкен сомадағы кепіл затсыз несие берілетін болса, банк үшін кепілдік не бола алады? Жақсы бедел немесе уәде? Жақсы бедел. Уәде. Соны көрейік. Уәде. Өте дұрыс. Ары қарай жалғастырамыз. Кел, Айбар. Бағанадан бері айқайлап отырсың, мен деп. Несиенің кезекті бөлігін кесте бойынша кешіктірілген төлем қалай аталады? Жауаптар: түзету немесе мерзімнің өтуі. Өте дұрыс. Тамаша. Кел, Алидар. Егер кесте бойынша несиені өтеу сомасынан құятын ақшаңыз әлде қайда көп болса, сендердің несиелерің тезірек жабыла ма? Жоқ. Керемет, дұрыс айтасың. Кел, Саяжан. Пайыздық мөлшерлеменің, яғни несие берген үшін банкке берілетін сыйлық ақының көлемін қай құжат анықтайды? Келісім шарт немесе ауызша келісім бе? Келісім шарт. Кәнекей? Өте дұрыс. Бізде тағы да 2 сұрақ қалды. Мен оқиын, сендер маған көмектесіңдер. Келістік қой? Несие туралы келісім шартты жасасқан кезде борышкердің, яғни қарыз алған адамның өмірі мен денсаулығын сақтандыру тармағы міндетті болып табыла ма? Жоқ, балақайлар, көрдіңдер ме? Бұл жерде денсаулығын сақтандыру тармағы міндетті емес. Ары қарай жалғастырамыз. Борышкер несиені мерзімнен бұрын өтеуге құқылы ма? Өте дұрыс. Керемет. Балалар, егер келісім шартта алдын ала несиені жабуға болады деген тармақ көрсетілетін болса, біз міндетті түрде осы тармақты пайдаланып ертерек жабып тастауымызға болады несиені. Сондықтан әр кезде келісім шартты басынан аяғына дейін толық мұқият оқып алыңдар. Себебі оның ішінде неше түрлі шарттар болады. Сіз мына құжатқа қол қойдыңыз ба? Бұл жерде былай жазылып тұр дейді. Сонда сіз еш нәрсе істей алмайсыз. Келістік қой? Жарайсыңдар. Ежелгі Грекияда несие берушілер борышкерлердің жерлерінде ерекше тақтайша орнатуға құқылы болған. Онда қарызға берілген ақша қайтарылмаса, жер несие берушіге толығымен өтеді деген жазу болған. Мұндай тақтайша ипотека деп аталатын. Жауапкершілік, тәртіп, жоспарлай білу бұл қаржылық сауаттылықтың басты қағидалары. Дәл осыны біз сендерге қаржы мектебінде үйретеміз. Тәсілдерін көрсетеді. Келіндеше, мұқият бол, қаржы әлемі қызықты. Достар, несие алған кезде бәріміз сондай қуанышты боламыз ғой,
Иә. Ал ақшаны қайтарған кезде мынандай сөз бар ғой, ақшаны қарызға алғанда біреудің ақшасын аласың, иә? Ал қайтарған кезде Өз ақшаны. өз ақшаңды бересің, иә? Содан кейін қазақтың мынандай тағы да сөз бар ғой, қарызға адамға ақша берсең, сол адамның амандығын тіле деген, иә? Естіген шығарсыңдар. Сонымен балақайлар, несиені алмас бұрын банкпен арада жасалатын келісім шартты мұқият оқып, онымен жақсылап танысып алған жөн. Сол кезде сендер неше түрлі келеңсіз жағдайлардан, тәуекелдіктен арыласыңдар. Тарихта қасақана төлемеуші ретінде орта ғасырлық корольдар саналады. Сол заманның монархтары сарайын күтуге не кезекті соғысқа деп үлкен сомада қарыз алуды әдетке айналдырды. Ал несиелерді қайтаруға ниеттері жоқ еді. Нәтижесінде олардың несие берушілері әдетте қаусап қалатын. Балалар, белгілі бір адам нар тәуекел деп банкке барып, несие алам деп шешім қабылдады. Ал сол несиені уақытында төлеп, оны толығымен жауып, сосын қаржылай дағдарысқа ұшырамайтындай ететін 5 кеңес біздің келесі ойындағы ортаңғы бағанда жазылып тұр. Дәл осы кеңестерге сендер сәйкес суреттерді мына жаққа қоюларың керек. Бәрі түсінікті ғой? Иә. Сонымен ойынымызды бастаймыз. Бірінші кел, Алидар. Несие алмас бұрын өздеріңнің жеке не отбасылық бюджеттеріңді жүргізуді үйреніңдер дейді. Бюджет. Кәнекей. Өте дұрыс. Ары қарай. Кел, Саяжан. Несие туралы келісім шартқа қол қоймас бұрын оны мұқият оқыңдар. Төртінші. Кәнекей. Өте дұрыс. Көп рахмет. Әрі қарай жалғастырамыз. Кер, Айбар. Егер тұрақты табыс көзі болмаса, несиені рәсімдемеңдер. Бесінші. Мен жалақы деп тұрмын ғой. Ал орныңа отыра қой. Жұлдызай. Егер белгілі бір себеппен сендер несие бойынша кезекті төлемді жасай алмасаңдар, оны жабу үшін ешқашан басқа несиені алмаңдар. Екінші рет басқа несиені алмаңдар, яғни екінші басқа банкке бармаңдар деген сөз ғой. Сондықтан мынау сурет сәйкес келді. Рахмет, Жұлдызай, орныңа отыра қой. Кім қалды бізден? Қайырхан. Шынымен бе? Жарайды, Қайырхан, келе ғой. Алдымен орнына қойып қой. Бәрібір бірақ сурет қалды ғой. Осы сурет, сенің ойыңша, сенің ойың өте дұрыс болып шықты қол шапалақ достар. Қара, бір уақытта бірнеше несие алуға тырыспаңдар. Ал балалар, бүгінгі сабақтан біз не ұқтық? Аға, несиені уақытының алдында төлеуге болады. Бірінші қарызды жабын деп екінші қарызға батпау керек. Несие алмас бұрын қарап алу керек. Нені? Шартты. Келісім шартты. Сосын қанша пайыз үстінен төлейсің. Несиені қалай алу керек екенін білдім. Банктен қарызды алмау керек екенін түсіндім. Мүлдем алмау керек деп түсіндім. Жоқ, керекті кезде. Уақытында. Тек қана керек кезде. Достар, қазіргі заманда несиені алу, оны рәсімдеу өте қарапайымыз. Оп-оңай десек те болады, бірақ бұл несиеге немқұрайлы қарау дегенді білдірмейді. Жалпы, сендер өздеріңнің мүмкіншіліктеріңді алдын ала есептеп алуларың керек. Дұрыс па? Келісім шартпен дұрыстап танысып алуларың керек. Несие бойынша келісім шартпен. Сонда ғана несие сендерге өте ыңғайлы қаржы қызметі болып табылады. Достар, қаржы мектебімен бірге қаржылай сауатты болуды және де есеюді үйреніңдер. Мұнаны естен шығармаңдар. Есепсіз дүние жоқ. Келесі кездескенше аман сау болыңдар.